Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге хит болған өте дәмді торт, яғни вупи пайды дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен шоколадқа сары майды қосып, оны микроволновкада ерітіп аламыз. Сосын жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Біздің массамыз аппақ болып, екі есе ұлғаю қажет. Сосын жаңағы шоколад пен сары майымыздың массасын сәл суытып, осы жұмыртқалы массамызға салып миксермен шайқап аламыз. Кейіннен ұн, какао және қопсытқышты араластырып, електен өткізу арқылы массамызға қосамыз. 2 немесе 3 бөлікке бөлу арқылы қоссаңыз да болады. Сосын миксермен шайқау арқылы қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз қою әрі шоколадты болуы қажет. Пергамент қағазын дайындап аламыз, ол үшін 4 қажет. Мен осылай 24 сантиметрлік форманы қолданамын. Қағазды формамен қысу арқылы осылай кішкене дайындап аламын. Барлық 4 қағазды осы күйінше дайындап аламыз. Кейіннен бір пергамент қағазына 5-6 қасық қамырдан салып, жақсылап формасына дейін осылай қасықпен ыңғайлап сызып жағып аламыз. Әрбір коржды 200 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Жақсылап қарап тұрғаныңыз абзал, себебі күйіп кетуі мүмкін. Піскен корждарымызды кондитерлік кольцомен осылай кесіп аламыз. Сосын жан жағындағы артық қамырды, яғни корждарды алып тастаймыз. Пергамент қағазынан алып, біз оны решеткада суытамыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін клегейді немесе сливкейді миксермен жай, баяу жылдамдықта шайқаймыз. Клегейіміз мұздай болғаны жөн, яғни тоңазытқышта кем дегенде 1 тәулік тұрғаны жақсы. Кейіннен жылдамдықты жайлап көтереміз. Қойлана бастаған кезде қант ұнтағын қосамыз. Сосын тағы да миксермен баяу жылдамдықта шайқай аламыз. Тағы да қойлана бастаған кезде жылдамдықты көтереміз. Ең соңында крем-чизді қосамыз да тағы да жайлап миксерлейміз. Видеода крем-чиз салған көрінбей қалыпты. Миксерді жақсылап жылдамдықпен көтере отырып шайқайтын болсақ, крем өзі қоюланады. Креміміз осындай қою, яғни формасын ұстайтын болу қажет. Оны кондитерский мешокқа, яғни насаткасын салып болған соң, кремді жайлап 5-6 қасықтан саламыз. Бізге 3 кондитерский мешок қажет болатын болады. Әр қайсына бірдей етіп саламыз. Бірінші коржымызды қоямыз, кейіннен мешокты сыға отыра, осылай шариктерді шығарамыз. Алғашында оңай емес болуы мүмкін, бірақ кейіннен қолыңыз үйреніп кетеді. Барлығын жасап болған соң, ортасына да кремді бір қалыпты қылып жағып шығамыз. Сосын екінші коржымызды қойып, сол әдіспен кремді жағамыз, яғни шариктер шығара отыра,
жан-жағын барлығын толтырып шығамыз, кейіннен ортасында креммен жауып шығамыз. Ортасындағы кремімізде бір деңгейде болғаны жақсы, себебі корждарымыздың ортасы түсіп кетпейтін болады. Үшінші коржымызбен де дәл соны қайталаймыз. Яғни шариктерді бір қалыпты ғып шығарып, ортасын толтырамыз. Осылайша соңғы коржымызды қоямыз, оның үстіне ганашты да құямыз. Ганашымыз толықтай суған болу қажет, себебі ыстық болса, астындағы креміміз еріп кетеді. Қасықпен немесе лопаткамен әдемілеп шет-шетіне ағызып әсемдейміз. Шоколад немесе жеміс-жидекті қолдана отыра бетін әсемдесеңіз де болады. Кейіннен тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе тек бетіндегі шоколады толықтай қатқанша қойып қойсаңыз болады. Осылайша біздің вупи пайымыз дайын, өте дәмді әрі ең хит болған тортымыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.